Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Шұғыла Тұрлыбек. Бүгін көретіндеріміз. Шымкентте бейнебақылау камераларының көмегімен ұрылар ұсталды. Қала тұрғыны көлік жөндеу орталығының аумағынан өзіне тиесілі темірден жасалған қақпаларын белгісіз азаматтар ұрлап кеткенін көрсетіп, полицияға арызданған. Айтуынша келтірілген шығын көлемі де қомақты. 400 мың теңге. Аталған арыз бойынша полиция қызметкерлері жедел тергеу жұмыстарын жүргізген. Олар орын алған ұрлық фактісі сол маңдағы бейнебақылау камерасына түсіп қалғанын анықтады. Бейнежазбада ер адамдардың темір қақпаларды автокөлікке салып алып кеткені анық көрінген. Алайда күдіктілердің түрі және жүк көліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі камерадан анық көрінбеген. Шымкент қаласының Абай ауданының 2-ші тірек пункті полиция қызметкерлері іздеу барысында менің бүкіл темір вороталарымды және ұрлаған кісілерді ұстап берді. Және ол кісілерге алғысын шексіз, жұмыстарына сәттілік. Жедел басқару орталығының қызметкерлері қалада орналасқан камералардан қарап күдікті фургонды анықтаған. Автокөлік табылған жерге полиция наряды жіберілген. Жүргізуші ұсталды. Тергеп тексеру барысында ұрлық жасағандар 21 және 19 жастағы азаматтар екені анықталды. Жігіттер бір-біріне көрші, оған қоса екеуі бір кәсіпорында жұмыс істейтін әріптестер. Ұрлықты да жұмыс орындарынан берілген қызметтік көлікпен жүріп жасағаны белгілі болды. Полицейлер аталған азаматтардың бұдан бөлек басқа да ұрлық қылмыстарына қатысы бар екенін анықтады. Бірнеше ай бұрын олар темір материалдарды, құбыр, бөшкелерді дәл осы жүк көлікпен қолды еткен. Аталған жайттар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы 2 бөлігінің 1 тармағымен және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы 3 бөлігінің 2 тармағымен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Күдікті тұлғаларға қатысты ешқайда кетпеу туралы қолхат түріндегі бұлтарпақ шарасы қолданылды. Қазіргі таңда қылмыстық іс заңдылығын тексеріп, одан әрі сотқа жолдау үшін прокуратураға жолданды. Ұсталғандардың айтуынша, олар қала дүкендеріне тауар жеткізумен айналысқан. Қала ішінде жүріп, ұрылар оңай ұрлауға болатын металл заттарды байқап, түнде сол заттарды алып кетіп, металл өткізу пунктіне өткізіп отырған.